Қайырлы күн достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Бүгін өзіме бір мақсат қойдым, яғни 1 миллион теңге Binance'қа жинау деген. Яғни именно осы интернет ақша табу арқылы, осы инвестиционный проекттер арқылы. Қазір сәтте шотымызда 378 USDT бар, яғни бізге 1 миллионға жету үшін 2200 USDT табысқа жету керек. Сонымен бірге табысқа жететін боламыз, сіздердің көздерінше кеттік. Бірінші проект бізде хайп проект, как обычно, бұл сілтемесін описанияны таба аласыздар. Бірінші бұл жақта бізге регистрация өту керек. Регистрациясы өте оңай. Өзіңіздің номер телефоныңыз, одан кейін парольді енгізесіздер, регистрация дегенді басасыздар. Қазіргі сәтте кіргеннен кейін сізге бұл жақта продукты сатып алу керек. Ақшаны қалай құю керектігін көрсетіп кетейін. Recharge деген түймені басасыздар. Одан кейін мына жаққа сумманы жазасыз, қанша құю керектігіңіз, мысалы $15. И осы адрес кошелекқа сіз ақшаны жіберетін боласыздар. Продукттың түрі 10-ға бөлінеді. Біріншісі бізде 15 USDT-ға сатып аласыздар. Ол 360 күн сізге жұмыс істейтін болады. Күнделікті табыс 0.42 USDT-ға келіп отырады. И сіздер 360 күнде $151 табасыздар. Яғни $15 құйып, $151 табатын боласыздар. Екіншісі бізде мысалы $45 құйсаңыздар, 360 күннен кейін, яғни 1 жылдан кейін сіз $453 табысқа жететін боласыздар. Бұл жақта табысыңыз күнделікті шешіп отыра аласыздар. Бұл жақта минимальный пополнение 15 USDT, минимальный вывод қанша екенін қазір бірге көретін боламыз. Так, мен бұл жаққа ақша құйып қойдым. Яғни таск 2-ні алу үшін маған $45 құйып қойдым. Бұл жақта плюс партнерская программа бар. Сіздер бұл жақта 3 сеточный программа. Біріншісі 10%, екіншісі 7%, үшіншісі бізде 2%. Енді бұл жақта сол бана пакетті сатып алу үшін продукт деген бөлімге өтетін боламыз. И мына жерде мына екінші тест 2-ні сатып алатын боламын. Конфрин деген басамын. Төмен сәтті сатылды. Пакетті сатып алғаннан кейін мына жақта сізде қанша сумма ақша шешуге болатынын көрсетіліп тұрады. Яғни 1 жылдың ішінде сізге осындай сумма түседі деп айтылып тұрады. Мына жақта күнделік табысыңыз, яғни қанша доступно выводқа деген сияқты. Бұл жақта қазір әзірше 0. 24 сағаттан кейін бірақ мен $1.26 қана шеше аламын. Жібергеннен счеттарыңызға түседі, яғни одан кейін пакет сатып алатын боласыздар. Ал бұл жақтан қалай ақша шешу керектігін қазір айтып кететін боламын. Аккаунт деген бөлімге өтетін боламыз. Withdraw деген түймені басамыз. Мына жаққа өзімізге пин-код ойлап табамыз. Төмен жақта біз өзіміздің адрес кошелегімізді добавить ету керек. Біз осыны басамыз. Add деген түймені басамыз. USDT-20 и Summit деп сохранить етемін. Қайта мына жақты басамын, мына адрес кошелек таңдаймын. Бұл жақта минимальный вывод $5 екен, 24 сағатта бір рет қана шеше аласыздар. Комиссия 10% құрайды екен. Енді мен қазір бұны шешпеймін, ертеңнен бастап шешетін боламын, сондықтан бұлай қалай шешу керектігін сіздерге көрсетіп кетемін жолдарын, сондықтан өздеріңіз көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сіздермен мен болған Әлібек, келесі көріскенше.